Біліммен бөліс деген қоғамдық лекцияның бүгін бірінші отырысы өткізіліп, бірінші шарасы. Жалпы кез келген жобаны бастағанда оның өз мақсаты болады. Бұл жобаның мақсаты өте қарапайым. Ол өзіміздің қазақ тілін сапалы контентпен, сапалы ақпаратпен толтыру. Былай қарасаңыз өте қарапайым. Неге сондай қарапайым біз мақсатта таңдап отырмыз? Себебі жыл сайын бүкіл әлемде 25 тіл өледі екен. Неге ол өледі? Өйткені ол тіл ешкімге керексіз болып қалады. Бүкіл әлемдегі мынау тенденцияны қарайтын болса, егер бүкіл әлемдегі тенденцияны қарайтын болса, тілдер неге өледі деген сұрақ қойылған кезінде бірінші жауап ол тіл ешкімге керек болмай қалады. Екіншіден, ауылдағы жастар қалаға көшеді, ал қалада өз тілімен емес, халықаралық әлемдік тілдермен пайдаланады. Және де солай өздерінің ана тілдері ақырын ұмытып қалып қала береді екен. Бұлай қарасақ, өзіміздің де ана тіліміз бар, жекемен тәуелсіз еліміз бар. Бізге бұл қауіп төне ме, төнбей ме? Бұл сұрақ бізге мүлдем қатысы жоқ деп ойланбауға да болады. Бірақ бүкіл әлемді қарайтын болсақ, жеке тәуелсіз мемлекеттер бар, бірақ өзге француз, халықаралық француз немесе ағылшын тілдерінде сөйлейді. Яғни тәуелсіз мемлекет, бірақ басқа тілде сөйлейді, өздерінің ана тілін бұрыннан ұмытқан. Яғни бізге де бұл сұрақ, бұл қауіп 20-30 жылдан кейін келуі әбден мүмкін. Сол себепті әр азамат ретінде қолымыздан келгенше біз қазақ тілін сапалы контентпен, сапалы ақпаратпен толтыра беру енді әр адамның азаматтық бір кішкене бір борышы болу керек шығар. Егер қазір әлемдік ғылыми мақалалардың ортақ базасы скопусты қарайтын болсақ, онда оның 25 мың, 30 мың ғылыми мақалалар жарияланған ол жерде. Және оның саны жыл сайын артып келе жатыр. Және де ол жерде жарияланған ғылыми мақалалардың 80% тек қана ағылшын тілінде ғана жарияланады екен, жазылады екен. Яғни мұндай глобализация ертең бүкіл әлемде тарайды. Сонда біздің қазақ тілі кімге керек болады деген сауал туындайды. Спикерлеріміз бізді таныстырмақ. Осы жобаға қолдау көрсеткен Астана қаласы тілдерді дамыту және архив ісі басқармасының басшысы Тілеуғали ағамызға сөз берсек. Кешір, құрметті достар, шынында да бүгін біздің Астана шаһарында мен ойлаймын үлкен мереке. Өйткені бүгін осындай үлкен кездесуіміз, осындай біздің жастардың ортасы. Бүгінгі мемлекет тілімізді, ол қазақ тілі деп білсеңізден осы алдық. Енді мына өзіміз қара көздер тілімізді өркендетпегенде осындай үндетеміз. Сондықтан да бүгінгі біздің кешіміз кереметті. Мен өзім үлкен қуаныштамын. Айтады ғой, қазақта мақал бар, көп жасағаннан сұрама, көп көргеннен сұрады. Сол айтқандай біздің кадрымыз бар. Дүние жүзінде оқып білімдерін шыңдап келіп жатқан, елімізге қызмет жасаймыз деген. Және де өзіміздің Қазақстанда қаншама білімді азаматтар мен азаматшыларымыз бар. Осының барлығы біздің қарагөз жастарымыз өте білімді. 21 ғасыр бүгін өзі сұрайтыны да білімді, ғылымды жастардың ғасыр деп есептейміз. Сондықтан да бүгін қонағымыз Шыңғыс Мұқан біздің проектімізге осындай келісіп, осындай ортаға бірге жұмыс жасайық, қызмет жасайық деген. Сондықтан да сіздерді де осындайға шақырып, біздің қазақстандықтарды Астанадағы үлкен бізде шетелде оқыған азаматтар бар. Сонымен білімдерімізді бөліссек, ол шетелде қандай бүгінгі күнде үлкен жаңалықтар бар. Сонымен бөлісіп біріміз ортаға салып отырсақ, ең біздің егемен еліміздің жастары осыдан бірімізден үйренеміз ғой деп. Сондықтан іске сап. Рахмет. Гарвард университетінің түлегі соңғы 6 жылда Атырау облысы әкімінің орынбасары болып, әлі күнге академиялық, сол қызметте академиялық демалыста. Енді біліммен бөліс жобасының мақсаты
Бұл қазақ тілін жаңағыдай сапалы контентпен толтыру дегеніміз шетелде білім алып келген қазақ жастары, түрлі салада тәжірибе жиған қазақ жастары сол өз оқыған, үйренген, білген нәрсесін, білімін, ақпаратын қазақ жастарымен, жалпы барлығымен еркін, тегін бөлісу. Құрметті достар, келгендеріңізге көп рахмет. Бүгінгі күннен көп ой түйесіздер деп ойлаймын. Болмаса, телефон шұқылап отыруға рұқсат. Тілеуғали Әшірбекұлына алғысымызды айтқымыз келіп отыр. Сіздердің аттарыңыздан және осыны ұйымдастырушылар атынан, себебі әдемі кеш, біліммен бөліс деген жақсы жоба. Жыл бұрын жазылған 10 причин, почему важно знать и говорить на казахском языке деген 7 дана. Ең мұқият тыңдап отырған адамдарға және жақсы сұрақ қойған адамдарға осы кештен соң береміз. Қайнар университетінде аудармашылықты бітірдім, ағылшын, испан тілдері, сосын қазақ, қаржы, экономика, халықаралық сауда университетін экономика бойынша бітірдім, сосын Франциядағы Сидемес институтына MBA алдым, соңғы 2 жылда Гарвардта оқыдым. Осы келгеніме 2 ай болды. Жас Алаш газетінде істедім, одан кейін энергетика министрлігінде, Оралда Жайық престе, Оралда облыс әкімі аппаратының басшысының орынбасары, президент әкімшілігінде тіл және мәдениет секторының меңгерушісі болдым, сосын Атырау облыс әкімінің орынбасары. Қазақстанда тұрған жерім Шардара, Алматы, Астана, Орал, Атырау, Бостон. Бостонды да Бостон деп қазақтар сондағы Қазақстанға қосып жіберген. Бүгінгі сіздерге таныстыратын теориям экономиканың күрделілігі. Бұл негізі Гарвардтың ғана тәжірибесі емес, MIT-дің де тәжірибесі. Сизер Хидалго деген MIT-дің физигі, Рикардо Хаузман, Гарвардтың экономисі. Екеуі бірлесе отырып, жалпы экономикалық дамудың құпиясы қандай? Сол құпиясын зерттей келе осындай теорияны тапқан. Оның алдында экономикалық даму өндірістік факторларға байланысты делінген. Экономика даму үшін не керек? Жер керек, капитал керек. Одан кейінгі теориялықтар тек капитал емес, адам капитал керек. Жұмыс күші керек деді. Бірақ жер болса, капитал болса, адам капиталса, мемлекеттер дамып кетіп жатыр ма? Жоқ, дамып кетіп жатқан жоқ. Себебі қазір білім жоқ, ел өте аз. Бірақ даму деңгейі барлық елде бірдей емес. Бір қызығы, екі ғалымда Америкада туылмаған. Біреуі Чилиде, біреуі Венесуэлада. Америка жалпы әлемдегі бүкіл әлемнің мықты ғалымдарын өздеріне сорып алатын шаң сорғыш дейді ғой. Бұл Америка ғылым сорғыш. Міне Гарвардтың лекциясы бүгін оқылатын көптеген елдер неге кедей, құбылмалы және тиімсіз. Why so many countries poor, volatile and unequal. Мен профессорым, бұл профессордың Қазақстанға қатысы бар. Себебі дүниежүзі банкінде бас экономист болып жүргенде ұлттық қорды құруға, мемлекеттің ақшасын қаншасын ұлттық қорға жіберу керек, оның қаншасын алып тұру керек, экономикамыз қызып кетпеу үшін. Соның формуласын шығарып берген ғалым. Бірінші ой, 10 оймен бөлсем. Бірінші ой, экономикалық өсім бұл жаңа феномен. Қарап отырсаңыздар, 0-ші жылдан бастап 1800 жылға дейін экономикалық өсім өте баяу болған. Мынау экономикалық өсім оң жақтағы адам жан басындағы шаққандағы ішкі жалпы өнім. Көрдіңіздер, қозғалмаған. Осыдан 2 ғасыр бұрын, 2,5 ғасыр бұрын ракета сияқты экономика, әлемдік экономика аспан ұшты да кетті. Бұлай қарап алатын болсақ,
мәселен 11-12 ғасырда көрдіңіздер ғой, 18 ғасырда экономика өте төмен, 19-20 ғасырда экономика қарыштап ұшады аспанға. Оның себебі неде? Бүгін осы мәселені қарайтын боламыз. Екінші ой, халық санының өсімі бұл жаңа феномен. Міне қарасаңыздар, 2-5 миллион жыл бұрын біздің заманымызға дейінгі адамдар, көрдіңіздер, соңғы 2 ғасырда ғана адамның саны өсіп кетеді. Бұл ойлар осы жалпы теорияны түсіну үшін қажет. Осыдан миллиондаған жылдар бойы 1800 жылға дейін 1 миллиардқа ғана адам саны өскен. Өткен ғасырдың 30 жылдары 2 миллионға жетті. Былай қарасаңыз, 2 миллионнан қазір 7 миллион адам, соңғы ғасырдың өзінде 5-6 миллион адам өмірде қазір осы әлемде пайда болды. Міне адамдардың өсуі 10 мың жыл бұрын қалай? 19 ғасыр 0,10%, бер қарай 58, бірде 46, 2006 жылдан бастап адам өсімі жаймен төмендеп келе жатыр. Дейін біз төмен талқыламаймыз, бірақ мына өсім, енді оның себебін айтатын болсақ, бұрын бір шақырым жерге 10 адам, болмаса 15 адам ғана өмір сүре алған. Себебі жер сонша ғана адамды бағалған. Оны ағылшынша carrying capacity деп айтады. Одан артық болып кетсе кішкентай жерде, ол жердегі адамдар аштықтан, басқадан қырылып отырған. Сондықтан бір жерде қанша адамды бағалады, адамның саны сондай болып келген. Бірақ 2002 ғасыр бұрын технологиялық прогресс басталды. Демек, бұрын 15 адамды бағатын жерге жаңа технология алып келді да, ол жерге қазір 20 адам өмір сүре алады. 50 жылдан кейін жаңа технология келді да, ол жерге 50 адам өмір сүре алады. Үшінші ой, экономикалық өсім жаңа феномен. Адамдардың көбеюі әлемде, ол жаңа феномен. Демек, бай елдер мен кедей елдердің дамығушы ел болып бөлінуде бұл жаңа феномен. Бұлай қарап отырсаңыз, міне 1913 жылы, бір ғасыр бұрын мемлекеттер шамамен бірдей өмір сүрді. Бір ғасыр бұрын ең бай ел мен ол кезде ең бай ел Нидерланды болған, Голландия. Ең кедей елдің табыс айырмашылығы 4% болған. Бұны ұлы айырылыс, көш бірнеше тармаққа осылай айырылып кетті. Ал қазір бір ғасырдан кейін Америка дамыған бай ел деп айтамыз ғой. Ең дамыған ел мен ең кедей елдің айырмашылығы, экономикалық айырмашылық 250 есе. 250 есе. Демек, дамушы елдер мен дамыған елдер болып бөліну бұл жаңа феномен. Төртінші ой, дамудың себебі технология. Экономиканың өсіміне, одан кейін адамдардың өсіміне, адамдар өскен соң олардың бай кедей болып бөлінуіне бір себеп ол технологиялық прогресс. Жалпы технология дегеніміз не? Әртүрлі ғалымдар түрлі ой қорытқан. Солоу деген ғалым, өте экономистер жақсы біледі, солоу модель. Ол айтқан факторларын өнімдірек етеді дейді. Өндіріс факторлары деген жер өндіріс факторлары оны өнімдірек етеді. Демек, бір жерден 1 тонна астық алатын болса, технология ол жерден 2 тонна астық алуға көмектеседі.
Сосын Роберт Холл деген ғалым кейбір елдердің неге бай, ал басқалары неге кедей екенін түсіндіретін ұғым деген. Енді Дарон Әжімұлыны көп адам танитын болар. Бұл MIT-дің экономисті. Why Nations Fail деген ағылшынша кітаптың авторы. Оның орысшаға аударылды «Почему одни страны богатые, другие бедные» деген. Ол айтады, жергілікті институттар мен оларды ынталандыруына тәуелді дейді. Даму, технология. Ал бүгінгі біздің айтатын ойымыз, технологияның артында не тұр? Технология деген ұғым ғой. Ол технология дамуға көмектессе, неге сол технологияны алып келіп Қазақстанға болмаған әр дамушы елдерді қойып тастамасқа? Егер сол дамудың кілті болатын болса, сол технологияның қазір біз тереңірек талқылаймыз. Технология Стив Джобс емес, қолдағы телефон. Технология. Тесла көлігі технология ма? Технология. Комбайн Джон Дир технология ма? Технология. Соқамен жер жыртқан жігіт технология ма? Технология. Енді бесінші ой. Технология дегеніміз не? Технологияны зерттей келе, ғалымдар технологияны үш бөлшекке бөледі. Бірінші білім, екінші білік, құрал. Мынау технология, мынау да технология. Мына технология келетін болсақ, бұл құралы, мына өгіздер, болмас сиырлар, соқасы, бұл құрал. Бұл технологияны ана жігіт өзінің баласына қалай соқамен жер жыртуға айтып беруге болады ба? Айта алады. Ал оның оқауы білігі, бірақ оны айтып бергенмен оның баласы дәл өзіндей жер жырта алмайтын болар. Себебі біреудің айтып, оны біз істей алмаймыз. Білеміз, бірақ істей алмаймыз. Білеміз, бірақ істей алмаймыз деген ноу-хау. Енді осы жерде әртүрлі жаңа үш компоненттен тұрады технологияны, соны бөліп қарай, олардың мазмұнын. Білім. Ағылшынша explicit knowledge айтады, ашық ақпарат. Ашық ақпаратты ести аламыз. Шалқар айтып тұрса. Қазір жаңалықтар атып отырады. Ести аламыз. Оны көре аламыз. Хабар. Бізге ақпаратты визуалдап береді. Оны жұқпай аламыз. Оны міне күлтегін жазып алар, оны сақтап аламыз. Мына күлтегін жазбаса ақпарат. Оны және оқи аламыз. Екінші құрал. Ұшақтар арқылы, кемелер арқылы және темір жол арқылы құралдарды таси аламыз. Үш компоненттің ақпарат пен құрал жылдам қозғалады. Ақпарат 1 минутта, 1 секундта ақпаратты кез келген әлемге жеткізуге болады. Ондай технология бар, интернет деген. Құралдар, ол да жылдам қозғалады. iPhone шыққан күн ертесіне Қазақстанда iPhone сатылып жатады. Демек құрал. Білім өте баяу қозғалады. Бұл алтыншы ой. Ноу-хау миларды өте баяу қозғалады. Кітап сөрелерді сақтай алмаймыз. Тек мидан миға беріледі. Технологиялық дамудағы негізгі тежеуіш фактор осы ноу-хаудың жүруі. Себебі ноу-хау өте баяу жүреді. Осы жерде сәл мысал келтіріп өтейік. Мынау
Хачикян киносында бұл техникасы, міне самосвал, ол ақпараты, жол жүргізу ережесі, ноу-хауы, ол кім көлік жүргізеді? Көлік жүргізу, мен де жүргіземін. Егер маған басында көлік жүргізуді үйренбестен бұрын маған осындай құрал беріп, демек көлік беріп, және жол ережесін берген кезде мен көлікті жүргізіп кете алмаймын. Себебі асында инструктор, нұсқаушы отыру керек, маған өту керек. Мен демек ол жүргізушінің басындағы ноу-хауын сол жерде алып жатырмын. Және он жылдар бойы сол ноу-хауды, көлік жүргізу ноу-хауын жетілдіремін. Хирург, кардиохирург Юрий Пя. Бұл кісінің құралы, міне әртүрлі құралдар, оның ақпараты, кітаптар. Егер сізге осы құралдармен ақпарат берсе, сіз кардиохирург болып кете аласыз ба? Болып кете алмайсыз. Неге? Себебі бұл кісінің ең бастысы ноу-хауын алу керек. Ноу-хауын алу үшін не істеу керек? Қасында тұрып бірге жұмыс жасау керек. Жылдары, ондаған жылдар үйрену керек. Сонда ғана бұл кісінің ноу-хауы сіздің басыңызға өтуі мүмкін. Отырар кітапханасында қандай ноу-хауы бар адамдар болды. Сол кітапхана шоғырланды, сол адамдар. Кітапхана жойылды, ол жерде өркениет жоғалып кетті. Себебі ноу-хаулар араб әлеміне кетіп қалды, ислам өркениет әлеміне кетті. Сондықтан ноу-хауды бастан басқа сақтап қалу ол өте маңызды даму үшін. Оны кодталды. Сол сияқты алдағы уақытта self-driving cars, өзін жүргізетін көліктер шыққан кезде біз жүргізу деген, көлік жүргізу деген ноу-хауды кодтаймыз. Біз мына көлікпен А нүктесінен Б нүктесіне бару үшін бізге көлік жүргізуді үйренудің қажеті жоқ. Жетінші, бір адам бір әріп. Бір адам бір әріп. Демек, бір адамның басында кәсіби түрде бір ғана ноу-хау болады. Кәсіби бір ғана ноу-хау. Мәселен, Юрий Тоты Әмірова, екеуі бір әріп. Біреуі хирургия саласында, бірі авиация саласында бір әріп. Мәселен, Юрий Пя, кардиохирург, ұшқыш, тағы мамандық иелері бола алмайды. Себебі бір адамда бір ғана ноу-хау. Мынау Scrabble деген ойын бар, кімдер ойнады білмеймін. Әріптер береді, сол әріптерден сөз құрайды. Сол аналогияны келтіретін болсақ, А әріпі бір әріп. Оған Аға тағы екі әріп қосатын болсақ, біз үш әріптен ағылшынша, егер осындайды қазақша істеп бере алатын адам болса, осы лекциядан кейін хабарласуын сұрап, үш әріптен төрт ағылшын сөзін жасай аламыз. Төрт болатын болса, одан 9 сөз жасай аламыз. 10 әріп болса, одан 595 ағылшынша сөзін жасай аламыз. Келесі мысалда осы әріптерді түсіндіремін. Мына екі суретте қандай айырмашылық бар? Екеуі де бір жұмыс жасап жатыр. Біреуі өнімді, екіншісі өнімсіз деп айтуға болмайды, бірақ өнімі нашар, шамалы. Осы екеуінде Джон Дейерді жүргізіп отырған жүргізуші, мына соқамен жер жыртып отырған жүргізуші қайсында ноу-хау көп? Комбайн дегендер қол көтеріңіздер. Соқа дегендер қол көтеріңіздер. Дұрыс, соқада көп. Себебі соқа жер жыртуды біледі, қанша тереңдікте жыртуды біледі. Мынау өгіздерді баптап біледі. Оның үстіне
мына құрал жабдықтарын кигізіп біледі. Ал комбайнды жүргізіп отырған адам бәрібір еш нәрсе білмейді, ол жүргізуден басқа еш нәрсе білмейді. Ол комбайнды жүргізетін жанар жағармай қалай шығаратын білмейді. Ол комбайнды қалай істейтінін білмейді. Ол ешқандай процесс білмейді. Ол өзі бір әріп. Демек, бұл жердегі айырмашылық комбайн айдап отырған адам тұратын қоғамда ноу-хауы бар адамдар көп. Мына мысалды осы бүгін ойлап таптым. Қазақтар шамамен бір ғасыр бұрын, бір жарым ғасыр бұрын. Мынау қазіргі қазақ. Мына қазақтарда ноу-хау көп. Себебі бұлар киіз үйді қалай тігіп біледі. Бұлар мал жайғарып біледі. Жылқын ұстап оны баптап біледі. Ат әбзелдерін жасап біледі. Қамшы өріп біледі. Білмейтінін жоқ. Тіршілік не керек? Бәрін біледі. Ал мына жігіт мына көліктің қалай жасалатынын білмейді. Ол тек қана жүргізіп біледі. Демек, мына жігіт пен мына бір топ қазақтардың артықшылығы неде? Мына жігіт өмір сүретін қазіргі қоғамда ноу-хауы бар адамдар көп. Және түрлі әріптер көп. Мына қоғамда түрлі әріптер жоқ. Мына қоғамда мына кісінің істей алады, мына кісі де, ана кісі де барлық істей алады. Көрдіңіз ба? Ал ана қоғамда әріптер көп. 8-ші ой. Ноу-хау бір дедік. Бір. Бірақ күрделі ноу-хау бар, қарапайым ноу-хау бар. Валико мен Рубиктің ноу-хауы бір ноу-хау. Бірақ біреуі жүргізушілік ноу-хау, екінші ұшқыштық ноу-хау. Жүргізушілік ноу-хауды алу үшін көп уақыт керек емес. 3 айда үйреніп алуға болады. Ал ұшқыш болу үшін 3 жыл оқу керек. Демек, сіз ноу-хауыңызға қанша уақыт жұмсасаңыз, сіздің табысыңыз да сондай жоғары болады. Дамыған елдерде әр алуан әріптер бар. Дамушы елдерде бір тектес әріптер. Мәселен, мынау Қытай. iPhone жинайтын зауыт. Бәрі бір жұмыс жасап жатыр. Мына адамдардың бәрі бір әріптер. Егер мына адамдар орнын өзгертіп қойса, өндіріс процесіне көп әсер етпейді. Ал оркестр. Тілеуғали ағам жақсы біледі. Мына оркестрдегі бірнеше адамды алып тастасаңыз, болмаса басқалай отырғызсаңыз, оркестр дұрыс өнім бермейді. Музыка бермейді. Сондықтан даму технологиясы ол әр алуандыққа байланысты. Қазір мына 3 ел жақсы көріне ме екен? Нидерланды, Аргентина, Гана. Нидерландыда әріптер көп. Әр алуан әріптер бар, олар әр алуан тауарлар шығарады. Аргентинада ол әріптер Нидерландыдан төмен. Ганада ол одан да төмен. Мәселен, Гана балық шығарады. Балықтан басқа көп нәрсе шығармайды. Аргентина балық шығарады, ірімшік шығарады, және крем, бір химикаттар шығарады. Нидерланды осының бәрін шығарады. Сондықтан елде әр алуан әріптер болған сайын, ол экономиканың күрделілігі өседі. Нидерланды өте күрделі экономика. Аргентина орташа күрделі экономика. Гана күрделі емес экономика. Себебі ганалықтардың істейтін жұмысын әлемнің бәрі істейді. Барлығы балық шығаралады. Ал Нидерландының істейтін жұмысы медикаменттер, X-ray машиндер, MRI-ларды. Оны тек қана Нидерланды, Америка, Жапония, Германия, осымен 3-4 ел істейді. Себебі Боинг өте жалпы ұшақ, өте күрделі технология.
Мәселен, Боингта 65 мың адам жұмыс жасайды екен. Боинг Америкаға шығарылады деп есептеледі, бірақ америкалықтардың әріптері Боингті шығаруға жетпейді. Сондықтан бұл Боинг міне 6 елде шығарылады. Корея, Жапония, Австрия, Канада. Енді даму дегеніміз бұл әрі алуан әріптерге қол жеткізу, оны сақтау, әрі көшірмесін жасау. Біз қазір сол әріптерді көбейтейін деп елбасымыз болашақ бағдарламасын құрды осыдан 25 жыл бұрын. Балаларды басында әріп жоқ балалар шетелдерге жіберіп жатыр, әріп алып қайтсын деп. Ол жөнінде қысқаша тоқталып өтейін. Негізі шетелдерден білім емес, білім деген ақпарат. Білік алып қайту керек, ноу-хау алып қайту керек. Білімді біз интернеттен де алуға болады. Түрлі күрделі сөздер жасалады. Демек, басында ноу-хау бар адамдар бірге жиналатын болса, олар және көп болған сайын, олар күрделі тауарлар шығарады. Әр алуандылық пен күрделілік өте маңызды ноу-хауда. Жаңа феномен бұл. Күрделі сөздер адам деңгейінен гөрі қоғам деңгейінде қалыптасады. Бұл өте маңызды себеп. Қазақстанда бір әріп, мықты әріп дейді. Оның ноу-хауы Нобель сыйлығына тұратын. Бірақ ол бір өзі еш нәрсе істей алмайды. Себебі бір әріп сөз құрай алмайды. Сөз құрау үшін соның деңгейіндегі жүздеген, тіпті мың керек. Мәселен, Мессиді алып келсек, біздің құрамамыз күшейіп кете ме? Себебі ол бір әріп, бір адам 11 адамның ішінде ол 11 әріптен тұратын ойын. Бір әріп еш нәрсе істей алмайды. Ал Боингті көрдіңіз, мәселен, 65 мың адам. 65 мың адамда 65 мың әріп бар. Әрқайсы детальна жауап береді. Елдер арасында дамушы елден дамыған елге көшкен мигранттардың табысы өсіп кетеді. Неге өсіп кетеді? Себебі ол бір әріп, ол әріппен бұл елде сөз жасалынбады. Әріптері көп елге баратын болса, ол бір сөзге бір әріп болып тұра қалады. Елдерді қойып, бір елдің ішін алайық, ауыл мен қала алайық. Ауылда жүрген жас жігіт қалаға келген кезде мүмкін жұмыссыз болар. Қалаға келген кезде оның табысы өсіп кетеді. Оның басындағы білімінің қалаға келген бойдан күшейіп кеткендігінде емес. Ол басындағы әріп сәй келетін сөз табады қалада. Себебі қалада әріптер көп, ауылға қараған кезде. Сондықтан мынандай түптеулер тұрғынның табысы ауылдыққа қараған кезде 6 есе жоғары екен. Қалаға келе салып ол 6 есе ақылды болып кетпейді. Ол өзіне қажет сөз табады. Енді Қазақстанның, мен соңғы бір жылда Қазақстанның күрделілігін зерттедім. Қазақстанның экономикасының күрделілігі қазір төмендеп келе жатыр. Мәселен, 5 жылы 35, 2005-те 76 орын, 2006-да 80 орын. Мынау ең күрделі экономикалар, күрделі экономикалардың рейтингісі. Жапония, Швеция, Корея, Германия, Сингапур, Австрия, Чехия, осылай кете береді. Мен басқа елдерді салыстырған жоқпын. Мәселен, Словакияны алып, мынау экономиканың экспорты. Экспорт Словакия оң жақта, Қазақстан сол жақта. Мұнай, газ, металл. Словакияның экспортын қараңыз.
күрделі заттар өте көп. Мәселен, мұнай шығаруға көп әріптер керек емес. Ал көлік шығаруға көп әріптер керек. Мынау Қазақстан, Германияның экспорт өсімі. Германияны қарасаңыз, күрделі экономика, демек дамыған ел. Машинери, бұл машиндер, транспорт, химикаттар, металдар. Қазақстанның экспортты өсімі, минерал, мұнай, газ, ар жағында металдар. Күрделі экономика, күрделі емес экономика. Дамыған ел. Неге Қазақстан дамыды? Міне осы сурет көрсетіп бере алады. Біздің енді мақсатымыз мына минералдардың орнын мынандай міне әртүрлі күрделі тауарлармен толтыру. 10-шы ой, бұл түсінік өте маңызды. Жалпы лекцияны түсіну үшін. Жалпы кез келген товар, ол tradable, non-tradable, ол екіге бөлінеді. Tradable деген сатылатын товар. Сатылатын товар мен Қазақстаннан алып, Шымкенттен алып Атырауға сату емес. Қазақстаннан басқа елдерге сату. Себебі Қазақстаннан басқа елдерге сатпасаң, ішке ақша кірмейді. Non-tradable дегеніміз, Қазақстанның ішінде сатылатын өнімдер. Мәселен, non-tradable, күнделікті қызмет, шаштараз, көп қой. Мейрамхана, дүкендер, көлік қызметі, банк қызметі, үйлер салып жатырмыз, жолдар салып жатырмыз. Бұның барлығы non-tradable, сатылмайды, оны сатылмайды. Америкадан шаш алдыру үшін ешкім Қазақстанға келмейді. Қазақстанның адамдары көбіне тұтынады. Сондықтан бізге ең маңыздысы жалпы экономиканы дамыту үшін мынау міне tradable тауарлар, экспортқа шығаратын, ауыл шаруашылығы, бидай, мақта. Күрделі тауар емес, шығаруға. Тау-кен біздің қазіргі экспортқа шығарып отырған тауарымыз. Өнеркәсіп, авто, компьютерлер, барлығы бұл tradable, демек сатылатын тауарлар. Мынау Жаңатас деген Жамбылдағы қала. Қазір қайтадан жаңғырып жатыр, бірақ кезінде неге адамдар көшіп кетті? Міне дұрыс. Химикатты өндіреді. Бір демек бұл қаланың сатылатын өнімі тоқтап қалды, болмаса таусылып қалды. Сол жерде гүлденіп тұрған қала, дүкендер болған, мейрамханалар болған, шаштараздар болған, барлығы бірақ кетіп қалды. Себебі неге? Себебі қала сатылатын тауар өндірмейді, оны ешкімге сатып көрші қалаға. Демек бұл қалаға ақша кірмейді, ақша шығады. Сондықтан осындай қалаға айналды. Әр қала, әр облыс өзінің tradable, демек сатылатын тауарларының санын, әр сапасын үнемі ұдайы жоғарылатып отыру керек. Егер сондай жағдайда ол облыстан басқа облыстарға, қалаларға көшу азаяды. Қиыны дамуға келер. Ноу-хауды әбетте жұмысында үйренеді. Мына ақпарат көздерінен бүгін алдық, осы 2 күндікте президентская клиника лечит болезнь Паркинсона дейді. Мына жерге бүйтіп қарасаңыз, Паркинсонды біздің дәрігерлерге үйретіп жатқан маман осы саладағы бір үлкен бір әріп. Бұл
маман ортада отыр. Бұл маманның көптеген кітаптары бар, мақалалары бар. Бірақ біздің дәрігерлер оны оқи отырып Паркинсонды деудің жаңа технологиясын игере алмайды. Бұл дәрігердің қасында, дәрігер көрсету керек. Сосын біздің дәрігерлер оны істеп көрсету керек. Міне, бастан басқа ғана өтеді. Жоқ жұмысқа адамдарды үйрету мүмкін. Бір күрделі тауарлардың бір компьютер. Болмаса Мерседес, болмаса Боинг. Біз Боинг шығаратын адамдарды қалай дайындаймыз? Егер науқау бастан басқа өтетін болса. Демек, Боинг жасау үшін, ондай адамдарды үйрету үшін, бізде Боинг заводы болу керек. Сол жерде үйрену керек. Жақсы. Боинг заводы болмады, бірақ Боинг компаниясымен келістікті, біз 100 адамды сол жаққа жібердік. Олар үйренді. 100 адам 100 әріп болып қайтып келді. Боинг заводында 65.000 әріп бар. Шығару үшін бізге 65.000 әріп керек. Ноу-хаудың өте жоғалатын айтылды. Әріптер бір елде жасайтын сөз таппаса, сөзге қажет әріптер бар елге кетеді. Мәселен, ғалым Ақымжан Өтеулин деген жігіт, Google-да бас инженер. Google-да істеп жатқан ең лауазымы жоғары қазақ, Нью-Йоркта тұрады. Ол неге Америкаға кетіп қалды? Себебі ол Қазақстанда бір әріп. Өзінің қабілетін жүзеге асыру үшін ол көп әріптер бар елге барады. Қазақстаннан бүгін тағы ақпарат шықты, алтын бала Павлодардан. Қуат Есетов. Ол да Google-ға тұрған сияқты жұмысқа. Математика олимпиадасының иегері, сайыстардың жеңімпазы. Неге олай кетіп қалды? Себебі ол өндіретін, оның қабілеті жететін, өнімді өндірейін десе, оның қасында басқа әріптер жетіспейді. Еңбек айырмашылығы. Мәселен, экономика мықтылығы, оның экономиканың күрделілігіне байланысты. Күрделі елдердің валюталары тұрақты болады. Ал экономикасы қарапайымдау елдердің валютасы сол ел байланысты болады. Менің 24 сағат уақытым бар. Мен уақытымды Қазақстанда арзанға, былай айтқанда 1000 теңгеге сатайын ба сағатымды? Жоқ. Басқа елдерге бар, дамыған елдерге бар. Мен бір сағатымды 10.000 теңгеге сатамын ба. Әріптердің адамның алдында сондай таңдау тұрады. Біріншіден, осында болғанмен сіз ешнәрсе жасай алмайсыз, себебі сізге әріптер жоқ жасайды. Ал жасағанның өзінде сізге таңдау тұрады. Өз жерде жұмыс жасап 1000 теңге табасыз, ана жерге барып 10.000 теңге табасыз. Сондықтан мынау дамуға не кедергі дегенде, міне осылар кедергі. Күрделі әріптер аз, қарапайым әріптер көп. Қарапайым әріптерден жасалған сөздің құны арзан болады. Қарапайым сөздерді жасайтын елдің саны көп. Мәселен, бидай шығарамыз ғой. Қарапайым технология, оған қарапайым әріп керек. Бірақ шығара алады. Сосын оны экспортқа шығару қиын. Мынау қарапайым әріптер шығаратын қарапайым сөздер, демек тауарлардың қиыны экспортқа шығару қиын. Себебі ондай сөзді жаңа Гана сияқты барлық елдер шығарады. Ерекше ешнәрсе базарға ұсынбайсыз да. Сіз базарға барасыз, әлем базарға. Ол өтпейді тауарыңыз. Неге? Себебі ол тауарды ана елдің өзі шығарады, ана ел шығарады, олар тарифпен қоршап қойған жан-жағының барлығын. Тарифпен барып кіретін болсаңыз, тауарыңыздың бағасы 2 есе өсіп кетеді. Оның үстіне Қазақстан үлкен су жолдарынан алыста жатыр.
сіз үлкен базарға барам дегенше транспорт шығындарыңыз өсіп кетеді. Даму теориясын оқыдым ғой. Сол 30 елдің орташа жан басына шаққандағы ішкі жалпы өнімі $40,000. $40. Ал Қазақстанның орташа жан басына шаққандағы ішкі жалпы өнімі $7,500. Жалпы $7,500, $10,000 деген бұл дамушы елдер. Қазақстан жалғыз емес. Мәселен, дамыған елдердің 30 ел болатын болса, ар жағында бір 200-ге таяу ел дамушы елдер. Олардікі $1,000 басталады, бір $10,000 дейін жетеді. Егер біз 50-ші жылы экономиканың қуаты бойынша дамыған 30 елге кіру үшін біз жылына 5-18 пайызбен экономикамыз өсіп отыр. Біз осы күрделілігімізге сәйкес, осы күрделілікті сақтап қалсақ, күрделілігіміз төмен түсіп кетпесе, болмаса жоғары өсіп кетпесе, 2000 жылға дейін 18, жан басына шаққанда $19,000 болады. Жан басына шаққандағы жалпы өніміміз. Бұл лекцияның осындай 10 ойы айтылды. Естеріңізге қайтып түсіріп жіберейін. Сұрақтар болатын болса, осыны айтқан соң мен сұрақтарға көшемін. Бірінші ой, экономикалық өсім жаңа феномен. Халықтың санының өсімі ол жаңа феномен. Байт елдер мен кедей елдердің бөлінісі бұл да жаңа феномен. 200 жыл бұрын басталды. Дамудың себебі технология. Технология 3-ке бөлінеді. Алтыншы ой, ноу-хау миларда ғана сақталады және өте баяу қозғалады. Жетінші ой, бір адамда бір ноу-хау, бір адам бір әріп деп есептесек болады. 8-ші ой, күрделілік пен қарапайымдылық. Түсіндіңіз бе? Күрделілік концептін ұғымын, қарапайымдылық ұғымын экономикадағы. 9-шы ой, әр алуандық пен біртектес экономикадағы осындай ұғымдарды жаңа айттым. 10-шы ой, бұл жалпы елдің экспорттық қуатын арттыру. Экспорт өте маңызды. Тыңдағандарыңызға көп рахмет. Сұрақтарыңызды қабылдаймын.